Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Бүгін сіздермен қоштасу мерекесіне арналған растяжкаларды жасауды PowerPoint бағдарламасында үйренетін боламыз. Өзімізге қажетті фонды таңдап алғаннан кейін осылай керек емес бөліктерін қиып алып тастайсыздар. Содан кейін А4 альбомный варианттағы бетімізді екі бөлікке біз направляющий арқылы бөліп аламыз. Дайындап алған фонымызды енді формат бөліміндегі обрезать по фигуру деген жерге кіріп, блок схема деген жерде растяжканың формасында қиып аламыз. Енді біз осы растяжкамызды сәндеуіміз қажет. Бізде мысалы формасын өзіңіз үлкейтіп, кішірейтіп алдын ала дайындап аласыз. Мен мысалы екінші бөлікке барлығын Яндекстан скачать етіп, барлығын дайындап қойдым. Ал мына бөлікті мен топпер деп іздедім, пустой топпер деп Яндексқа осылай бетіне қоясыздар. Бұл ақ бөлігі букваларды жазу үшін қажет болады. Одан кейін мен колокольчикті дәл осылай бір жағына қойып, екінші жағына копировать етіп алдым. Оны екінші жаққа айналы бетке айналдыру үшін осылай екінші бетіне қоятын боламыз. Одан кейін менде осы растяжкаға қоятын ұл мен қыздың суреттерін дайындап алдым. Осыны мен копировать ету арқылы жаңағы растяжкамызға қойып шығатын боламыз. Мысалы мен бір шетіне қызды, екінші шетіне ұлды жасадым. Енді біздің жұмысымыз осы растяжканы копировать етіп алып, екінші жағына тура осылай қоятын боламыз. Ол жерге біз әріптерді жазу үшін бірінші осылай растяжканы қайталап, екінші бетке копировать етіп қойып аламыз. Одан кейін әріпті таңдаймыз формат бөліміндегі. Мысалы әріпті жазатын кезінде сіздер басқа түс емес, өзінің фонында қандай түстер бар, соған сәйкестендіріп алсаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Дәл қазір жұмыс барысында көретін боласыздар. Қандай түс, қандай жазу әдемі болатынын. Болған жұмысты біз сақтайтын боламыз. Сохранитқа кіріп, өздеріңіз атауын жазып, PDF форматта сақтап аласыздар. Бұл не үшін PDF форматында сақтадық? Өйткені жасаған жаңағы растяжкамыз жақсы качествода сақталуы үшін. Және де оны экран бетіне осылай жасаған жұмыстарыңыз шығатын болады. Качествосы өте керемет. Осыны сіздер JPEG форматында Google-ға кіріп, конвертировать етіп жасап алсаңыздар болады. Видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтуді ұмытпаңыздар.